Олжас, Мадина кетпеңіздер. Қазір енді көрерменнің сіздерге қойған енді қошеметтерін көрейік. Ағаларымыз не дейді екен? 100. Бүгін енді бақылаушы ағаларымыздың көңіл күйлері жақсы екен. Бәріне бірдей 100% беріп отыр. Рахмет! Олжас, Мадина! Рахмет! Ал енді келесі жұпты ортаға шақыратын болса... Я готов, Турсунбек, все, сейчас я, да? Не ты. Я готов уже! Все готовы там стоят? Все там готовы уже? Все готовы. Ну все, я сейчас, да? Не, иди, Ярик, не сейчас стоит. Что значит иди? Ну, бар. Если бы там бар был, я вообще не выходил. Нет, бар это тоже иди. В смысле, иди в бар, там только столовая, и через дорогу 24 салат Дукен. Не, как тебе объяснить? Иди, говорю, бар. Ой, бар, иди, как там? Бар. В бар, не бар иди, то там постой просто все. Постоять в баре? Там постой, бар найди, все, иди. Хорошо, все. Ну, мой выход будет сегодня. Да, я тебе объясню, Побольше, скажу. да? Объявлю. Хорошо. Ярослав Мильёхин. Я просто скучаю. Сейчас, будет. Қандай дейді, керемет. Мен мына осындай сәтті пайдалана отырып, алғысымызды білдіргім келіп тұр. Осындай бізге театр ашып берген, қолдау көрсеткен Астана қаласының әкімі Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағамбетов мырзаға. Және де бүгінгі концертіміздің өтуі ел арна телеарнасымен өтіп жатса, бүгін залда мен сол ел арна телеарнасының әрине бүгін басшысы келіп жатса, Айгүл Мөкей ханымға қол соғып қошемет көрсетіп қойсаңыз. Жалпы біздің енді қазаққа, мен ойлаймын, негізі мына бір бөлмелі пәтер бар ғой, однокомнатный деп жатамыз ғой. Негізі өмірі однокомнатный квартира болса ғой деп ойлаймын. Өйткені однокомнатный квартира деген рахат қой. Рахат, бәрі көз алдында. Бәрі көз алдында болады. Әйелің ана жерде тамақ пісіп жатыр, балдар ойнап отыр, біреу кіріп жатыр, біреу шығып жатыр, бәрін көріп отырасың. Шынымен сондай. Однокомнатный квартира рахат қой. Ана бөлмеден алып кел деп айтпайсың да. Бірдеңе іздейтін болсаң айтасың. Ана жәшіктің ішінен ана алып келші деп қойсың аға. Жәшік тауып аласың ішінен. Қай жәшік? Қызыл жәшік, қара жәшік ішінде жәшік толып жатады. Однокомнатный квартирада бір жақсы, бір рахат қой. Однокомнатный квартирада бала көп болады бар ғой негізі. Туылу көп болады, бала көп. Өйткені не істейсің? Қарап отырасың, әйелің алдынан былай өтеді аха. Былай көріп өтіп кетеді аха. Аңдап қаласың, былай бір өтіп кетеді аха. Балдар кетсе екен деп отырасың. Ол бөлмеден балдар кетпейді. Қай бөлмеге барады, балдар кетпейді аха. Однокомнатный квартирада домашний деген жоқ қой. Қайда киіп барасың домашнийді? Аяқ киім шешесің, сол жерге құлайсың. Ол уақытта түске дейін ұйықтау деген жоқ однокомнатныйда. Өзі таңғы сағат 7-тен бастап үстіңнен аттап кетіп жатады былай аха. Однокомнатный квартира деген бір жақсы. Мына бір рет біреулер однокомнатный квартирадан көшіп кетті жаңа. Сол бөлмеге келдіріп тұрып кілем аласың ғой кәдімгі. Кілемді сол бөлмеге келдіріп аласың. Сөйтіп үлкен бөлмеге көшкен ғой, тұрақ комнатныйға. Сөйтсе әлгі бөлмеге жайса ортасында кішкентай болып қалды дейді. Ана баласы үйреніп қалған ғой, сол кілемнен шықпайды дейді, ойнап жүр дейді бүйтіп аха. Шығып ойнасайшы былай, ойнаса қорқады екен ана, шығып кетсе ана кәдімгі. Үйреніп қалған аха. Бәрі ана бөлмеге орса, бәрі соның артынан барады дейді бірге. Мына бөлмеге орса, бәрі үйреніп қалған ғой бірге орса. Мына однокомнатный квартираның бір жақсы мысалы, өйткені мына тәрбиеге де жақсы. Балаңа да сабақ жазбасын. Балаңа да үйретіп жібересің. Папа мынау қалай дейсің? Айтып жібересің. Біреу бірдеңе істесе, былай қалай бүйтіп жібересің. Әйеліңе жаңа бір қонақтар, подружкалар іздесе, өсекте тыңдап аласың арасындағы. Өтір телевизор қарап отырған секілді боласың бүйтіп аха. Құлақты бірақ мына жаққа тұрып қоясың. Балаң арасында, папа мына басқа келіп тұр. Телевизор көрсейші деп қоясың. Ана естімей атсың ғой өсекті аха. Мына негізі мына Bluetooth экспорт деген біздің қазақтан шыққан. Ауылда білесіңдер ғой, біреу өсек айтып отырса, Bluetooth-дарын қосып отырады. Қасында отырғандар экспортпен жазып отырады как болу үшін аха. Шынымен бәрі ауылдан шыққан негізі. Мына однокомнатный квартирада деген ой, енді шіркін рахатты деймін да. Мына бір холодильникті орнынан қозғап қалсаң, ой, астында не жоқ десейші шіркін. Бәрін тауып аласың ғой. Бүкіл бала-шаға деймін жерде. Мынандай көресің, 1 квадрат метр ғой, бір. Соның астынан бәрі шығады. Менің ойыншығым, менің документім, менің правам, менің нем, менің анау, менің фотомды қара, менің анауымды қара, менің мынауымды қара. Бәрін тауып аласың сол жерден. 20 жыл таба алмай жүрген бәрі соның астынан шығады. Диванды қозғап қалсаң, енді шіркін әйтеуір не керек. Бүкіл ата-бабаңның бүкіл документі, жоғалып қалған нәрсесі, кілемді қозғасаң, ой шіркін, үйдің жарты байлығы соның астында жатыр аға.
бүкіл документ, әйтеуір удостоверение 4-5 істегенсің ғой, жартысынан астын жатыр. Балдар көріп қоймасын деген дисклар бар тығып қойған аға. Бәрі соның астынан шығады аға. Шынымен сонда. Жағымна біреу, енді однокомнатный квартира деп жатамыз, енді жақсы ғой. Өздері негізі однокомнатныйда енді былайынан жатпайсың ғой, қырымен жатасың ғой былай аға. Қырымен мамасы жатады, папасы жатады, бала жатады. Ең үлкені әйтеуір паровойдың қасында жатады әйтеуір аға. Таңертең тұрғанда паровойдың денесі бетіне жабысып қалған дейді. Сөйтіп енді кешке ұйқыға кетеді дейді жаңағы аға. Ұйқыға кетеді дейді. Сөйтсе жаңағы енді балдар ұйықтамайды дейді. Ағамыз енді тынымсыз жатыр, былай ойнайды аға. Бәлкі балдар ұйықтамайды дейді аға. Сөйтсе жаңағы енді екі болған ғой енді. Сөйтсе жаңағы не істейді енді? Жатсаңдар ше. Таңертең сабаққа барасыңдар ғой десе. Біреу басын көтеріп жатыр дейді. Сөйтіп жаңағы жатай десе, ар жағындағы бала тұрып айтады. Дұрыс папа, бізге де көрінбей жатыр деп аға. Однокомнатный квартира дейінде үйге кірген адамның көңілін қайтармайсың ғой. Қонып кетіңдер деп қоясың аға. Қонып кетпедіңдер ме дейсің ғой. Біліп тұрады енді аналар енді. Қой жоқ, үйге барып жатамыз енді. Бірден кетіп айтамыз. Рахат, көңілің ашық сондай бар ғой. Қонып кет дейсің. Шай ішіп кетіп, отырып кетіңдер деп қоясың ғой кәдімгі. Ондай однокомнатныйдың ішінен қонақта кетпейді ғой. Толып отырады өзі. Мына трехкомнатный барсаң кәдімгі адам келмей қалады ғой. Шынымен сон. Трехкомнатный ішінде кім қай бөлмеде? Бала ана бөлмеде, анау ана бөлмеде, күйеу ана жерде телевизор отыр. Бір-бірімен тіпті көрмейтіндер, бір жұма көрмейтіндер болады аға. Ана балаға дейді, бөлмесінде қойдық қояды аға. Ана коттеджда тұратындар бар, олар жылдап көрмейді бір-бірін аға. Кім қайда жүр, қай этажда жүр, біреу таңертең кетеді, кеште келеді. Сөйтеміз ғой, госслужбада істейтіндер тіпті таңертең кетеді, таңда, түнде келеді. Демалыста әйтеуір балдармен шығып келеді. Сөйтсе бір бала тұрып айтады дейді папасына, келесі демалыс тағы келесің бе деп аға. Сол секілді ондай да болады. Коттеджда өмір сүріп жатырғандар. Мен ойлаймын, қазір шіркін өміріміздің өзі қазір бұрындар қандай еді деймін да, однокомнатный квартирада секілді. Елдің ішінде не болып жатырғанын, не істеп жатырған, кім не істеп жатыр, кім не қылып жатыр, ананың астында не жатыр, мынаның астында не бар, бәрін білетін едік. Ал қазір жағдайда мен ойлаймын да, трехкомнатный квартира секілді. Әйтеуір білеміз, не бар екенін әйтеуір. Кім бар екен? Мен ойлаймын, болашақтан коттедж секілді болып кетпесе екен деп ойлаймын да. Кім не істеп жатыр, не қылып жатыр, квартиранттар жүр ме, ешкім білмейді да әйтеуір. Кілт біреудің қолында. Соған жетпейік ағайын. Рахмет. Ал енді мен қазір алдарыңызға келесі кезекті Ерболат Төлегенов және Медет Шайкелов қарсы алыңыздар. Суан, ай, көпен ба? Көпен? Ей, көтем. Ей, ярығым, суалма. Сатам, өспілатын жоқ. Айналайын. Апа, Ау, мен Жаннамын ғой деймін. кіммін дейді? Жанна. Өрсаң қайтайын. Жаннамын ғой деп жүркімнен түнкі. Апа, қалай танымай отырсың мені? Су алма. Су алмаймын апа мен. 400 теңге арзан. Қош, ана жақта 150 теңгеден бар ғой. Апа, сізге бірдеңе айтайын деп едім. Не айтасың? Сіз кола сатып кетіпсіз қазір, Иә, кола сатып отырмын. осыдан 5 жыл бұрын сіз құмалақшы болғаныңызды білесіз ба? Құмалақ ашқаныңызды білесіз ба? Аштым ғой, бәрінде аштым. Құмалақты да қазір қойда жоқ, құмалақта жоқ, неңді ашасың? Иә. Апа, сол кезде маған айттыңыз ғой сіз. Нені айттым? Апа, мен болашағын болжап беріңізші дегенде, ойбай, сен болашақта 5 балаң болады дедіңіз ғой? Ей, ботам, болған шығар, арды мектепке барған шығар, ботам. Иә, апа, сіз күшті тәуіп екенсіз, бәрін біледі екенсіз. Білем ғой, мен айттым, болды ма 5 балаң? Иә, апа, енді тағы бірдеңе сұрайын деп едім. Не сұрайын деп едің? Енді күйеуім қашан болады? Ойбай, құр. Күйеуім қашан болатыны сөз. Ойбай, сонда не? Сізді ұятқа қалдырмайын деп қой, мен әшейін бәрін жазып тауып алғаным. Менің айтқанымды қылып бесеуін не қылып алдың ба? Қазір не істеп жүрсің? Қазір не істеп жүргенде үйдегі шипанер дивандар сатып жүрмін. Иә. Анау сіздің тудыртқан 5 балаңызды асырау керек болады, апа. Бәрін сатып бердің ба? Сатып жіберген жоқпын. Сатып жібердім, ападан қарашы. Менде дискі бар. Не білем? Алдында менің сіңілім бар ғой, Айгүл. Соны үйлену тойына келдіңіз ғой, осының ішінде барсыз сіз.
Мен бәрмін ба? Апа, осы дискілерді 200 теңгеден сатып беріңізші маған. Ойбай, бұны кім алады? Біреудің несін, жаңа тойын. Апа, енді свадьба ғой бұл той деген, бәрі бар ішінде сатшы берсеңізші. Біреудің тойын кім алады? Қайта қаным түстің ғой. Апа, сатып беріңізші, Айгүл мен Серіктің тойы қазір жұрттың бәрі осы киноларды. Кімнің тойы дейді? Серік пен Айгүлдің. Сатып беріңізші, я? Иә, сатайын. 200 теңгеден сатыңыз. Маған не пайда? Енді 100 теңгесі сізге берем. Сосын? 200 теңгесі мен алам. Қаншадан сатам? 200 теңгеден сатасыз. Мынау жынды ғой, не пайда? 100 теңгесі сізге, 200 теңгесі маған. 200 теңгеден сатасыз. Апа, я мен сізге келдім кешке жақын. Давай. Ойбай, мынау миымды айналдырып кетті ғой. Қолда мынаны сатайын, мынау пайдалы күн. Дискі аламыз, дискі. Мына бәлі нағып тұр күннің астында. Атың кім? Тұрсынбек. Ей, ботам. Жарығым киімің жындығын. Иә. Жындығын шығарсың, суал, дискал. Ішің тұсқан шығар жарығым, дискал міне. Суалайын, ағам. Суаласың ба? Суалайын? Жоқ, дискал шеш. Дискін не істейм, апа? Суалайын, дискін не ма? Жоқ, бұны сатпайын. Бұл уже сатылып кетті. Иә. Оны дискін не істейм мен? Кино көресің. Қандай кино бар? Жақсы, енді концерттен кейін бір кино көрейін. Қандай кино берейін? Бір не беріңіз? Фантастика бар ма? Фантастика. Фантастика. Тұратыр. Міне. Бұл не фантастика? Айгүл мен Серіктің тойы. Бұл тойдың несі фантастика, апа? Фантастиканың көкесі осы жүрді. Не фантастика? Мен осы тойда болғам. Жаңа жұрт дейтін 400 адамға ойбай, бір жылқы, бір сиыр сойып, той жасаса, мынау бір қоймен, 4 көл ақарашқамен 400 адам дөтті. Фантастика. 400 адамға бір қоймен той жасады? 400 адамға бір қоймен той жасады? Жоқ, маған бірақ кино керек, маған той керек емес, апа. Фантастика ғой. Ой, керек емес, апа, бұл той керек жоқ, маған бір басқа кино беріңіз. Ужас бар ма, ужас? Міне ужас. Айгүл мен Серіктің тойы. Апа, Серік пен Айгүлдің тойын көресің. Не істеймін мен қайта-қайта? Ужас қой, ужас. Мен бана фантастика дедіңіз ғой, несі ужас бұны? Ойбай, ужастың өзі екі жақ бір-бірімен киттеспей ме? Киттескенде қыздың шешесі дейтін ұлдың шешесіне Нұргүл шубысын алтын сырға сақина білезігін беріп атса, ұлдың шешесі келіп алып қайтарады ғой. Қайтарғанда Sıfırdan kalıp etken 4 düğmesi var. Kastım kısayka birden verip atır. Bayağı kız bir yetek. Oyba, ужасты. Oyba, mene ayıp dursa ужас қой. Жоқ, мен банағы беріп атырғандарды айтып атырмын аға. Не деп беріп атыр екен? Ужас қой бұл деп атырмын аға. Жоқ, апа, бұл керек жоқ, апа. Ренжімеңіз енді. Айгүл мен Серіктің тойын керек жоқ. Басқа кино беріңізші, апа. Апа, не бар ма? Мелодрама бар ма? Мелодрама. Үйге барып жылап отырып көрейік. Мелодрама. Жылайсың. Айгүл мен Серіктің тойы. Жылайсың. Ойбай, жылағанда. Бұның несіне жылайсың, апа? Ағыл тегіл болып жылайсың. Қай жерінде жылайсың? Мелодрама. Серіктің нағашысы келіп тойдың басында тос айтып. Мен бір жыл қатадым. Бір түйе бердім деп айтарын айтып атты. Одан кейінгі тос айтқандар бір кәні берді. 500 теңге, 2000 теңге, 1000 теңге берді. Анау қатқа неге бердім деп тойдың аяғына дейін жылаумен болды. Ойбай. Мелодрама ол. Серіктің нағашысы маған қарап жылайды, мен оған қарап жылаймын. Жылап. Мен айтам, ана жылқыны маған бермейсің ба деймін. Нағашысы тойдың аяғына дейін жылаумен болды. Мен жалам жоқ қызым. 80-ге келгенде дейін. Ей құрсын. Болды, апа, жыламаңызшы. Ешті данбайсың. Жескін алғанда күйін емес, той болып тұрған, не деп алам, апа? Не данбайсың? Қойыңызшы, апа, не деп алам? Жақсы комедия бар ма? Күлейікші, апа? Комедия.
күліп отырайықшы хотя бы. Нені пихать етсем мүмкін бұған, Комедия бар ма? Иә,